Нұрсұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау басқармасы қала әкімшілігімен бірлесе отырып, барлық басқарма ұжымымен бірге бүгінгі сенбі күні сенбілік жасау үстінде. Бұл жердегі басты мақсатымыз табиғи жолмен ағып жатқан су бетін және табиғатты айналаны қоқыстан тазарту болып табылады. Акция нацелена на санитарную очистку рек Сарбулак и Нура-Есейл. В акции участвует более 600 человек. Өзеннің бойындағы мусор қалдықтарын тазалап жатырмыз. Және де бұл біздің қаламыз үшін өте жақсы өтіп жатқан акциялардың бірі. Қала қонақтарын және қала тұрғындарын осы қаламызды таза ұстауға шақырамын.